Өкінішке орай, бізге дағдарыс, диагноз, жоғалту, сатқындық, күтпеген соққы сияқты жағдайлар керек болады. Соңында өмір бізді тіземізге құлатып, ой, бұл шынымен де ауыр екен, маған өзгеру керек сияқты деп ойлататындай сәт келеді. Ал өзгерудің ең қиын жағы кеше жасаған таңдауды қайталамау. Ал енді дайын бол. Сол сәтте, егер сен басқа таңдауды жасауға бел бусаң, маған маңызды емес қандай әдетті, қандай сенімді немесе сезімді өзгерткің келетіні. Сол сәтте сен былай де: мен шағымданбаймын. Өйткені бақытты адамдар шағымданбайды. Мен басқа адамдарды сынамаймын. Мен сылтау айтпаймын. Осы сәттен бастап өзгеріс басталады. Мен өзімді аяп отырмаймын, өйткені ол мені бақыт етпейді. Бұл өзіме деген махаббат емес. Міне, бұл саналы ақылдың 5% ғана. Иә, бастайық деген осы. Ал қалған 95% былай деді: жарайды, бұл максимум 10 минутқа ғана жетеді деп. Азғана кептеліс болсын, азғана телефон ақтару болсын, бәрібір. Сосын адам баяғы өзіне таныс мінезіне, бұрынғы қалпына қайта оралады. Сен: мен енді мұның ешқайсысын істемеймін деп айтарсың. Ал дене болса: иә, әрине, сен мені осыншама уақыт бойы қасіретпен, ренішпен тамақтандырып келдің де, енді бірден тоқтата саласың ба, әзілдеп тұрсың ба, дейді. Сосын дене миға көмектесейін дегендей: сен бұрын неден қиналдың деп, соның бәрін еске түсіретін ақпараттарды жібере бастайды. Дәл сол сәтте ішкі күрес басталады. Дене санаға: сенен ештеңе шықпайды, сен әлсізсің деп айта бастайды. Сен ешқашан өзгермейсің, бұрын да істеп көрдің, бәрібір шықпады. Маған мына доктор Джо мүлдем ұнамайды. Мұның бәріне анаң кінәлі. Белім ауырып тұр, маған миымды тексерту керек, менде бірдеңе дұрыс емес. Осындай сөздердің бәрі басталады. Міне, сен білесің бе, осы сәт адамның өзінен өзі бас тартатын кезі. Дәл осы жерде сенім тоқтайды. Сенімнің соңы осы. Өйткені адамдардың ішінде бір сенім бар: мен медитация жасай алмаймын, олар бұл мен үшін емес, тым қиын деп айта бастайды. Сөйтіп өзгерістен өздерін ақтап шығады. Ал дене санаға: жарайды, ештеңе етпейді, аздап қинала тұр, ертең бәрі жақсы болады деп сыбырлай бастаған сәттен бастап қиналуға мың сылтау табылады. Мына қасыңдағы адамға қарашы, дейді. Маған олар енді ұнамайды. Осындай ойлардың бәрі келеді. Ал егер сен сол ойға сенсең, оны тексермей қабылдап қарсы тұрмай берілсең, ол ой санаңнан байқалмай өтіп кетеді. Сосын сен тағы да байқамай таңдау жасайсың. Тағы да сол мінезді көрсетесің, тағы да сол жағдайды өмірге тартасың, сол бірдей сезімді қайтадан сезінесің. Сосын адамдар: осылай болған дұрыс сияқты, маған осы дұрыс сияқты деп айта бастайды. Жоқ, ол дұрыс болғандықтан емес, таныс болғандықтан солай сезіледі. Ескі менінен жаңа менге өту деген тек ойдағы өзгеріс емес. Бұл ми деңгейінде, биология, химия, гормондарда, тіпті гендік деңгейде ескі менінің өлуі. Сенің бір бөлігің міндетті түрде кету керек. Мұны түсінесің бе? Сондықтан бұл жайсыз сезіледі, өйткені сен басқа таңдау жасауға шешім қабылдаған сәтте белгіліден белгісізге қадам басасың. Ал дененің бұған мүлде қатысы жоқ. Дене тек өзіне таныс күйге жабысады. Отбасың, бұрынғы ортаң, баяғы қалпың сол қауіпсіз деп тұрады. Сосын миыңды алда ешқандай болашақ жоқ деп сендіруге тырысады. Менің айтқаным ілесіп отырсың ба? Дәл осы жерде адамдар өздерінен өздері бас тартады. Ал ол біртіндеп әдетке айналады. Мен сенен мынаны сұраймын: сол ыңғайсыздықтың ішінде отырып көр, қашпа және соны қызықтап көр. Мен осы ойға әлі де сенгім келеме деп өзіңнен шын сұра. Мен сенің соншалық сергек, саналы болғаныңды қалаймын. Мен істей алмаймын, бұл тым қиын, мен ешқашан өзгермеймін деген ой енді өміріңде бірде бір рет айтылмасын. Байқалмай автоматты түрде өтіп кетпейтін болсын. Түсініп отырсың ба? Тыңдап отырсың ба? Жақсы, қазір жай ғана мысал келтірейін. Айталық, сен күніне 8 сағат 39 минутты телефоныңда өткізесің делік. Білмеймін, ойдан шығара салдым. Бірақ сен үнемі осылай істейсің. Мен тек сенің соны көп жасайтыныңды айтып отырмын. Ал әдет деген не? Бір нәрсені қайта-қайта істегенде ол әдетке айналады. Иә, дұрыс. Сен медитацияның ортасында отырып, сосын сол адамның өзіне деген сенімі аяқтала бастайды. Ол мен істей алмаймын деп ойлайды да, қайтадан телефонына оралып, әлеуметтік желіні ақтаруға көшеді. Өз-өзінен қайта бас тартады. Ал мен сенен өтінерім, дәл осы сәттің ар жағында белгісіз мүмкіндік тұр. Ал дене болса сені бұрынғы таныс менге қайта тартуға тырысады. Мен саған уәде беремін. Егер сен әр таңды телефондағы жаңалықтардан бастап, таңғы 8-де барлық нәрсеге қатты эмоциямен жауап беріп бастасаң, денең былай дейді: көрдің бе не болып жатқанын?
Сағат 8 болды. Мен саған қазір көмектесемін. Сенің эмоцияңды сенсіз де қозғай аламын. Дене бізді автоматты түрде бұрынғы әдетімізге қайтаруға тырысатын болады. Менің айтқаныма ілесіп отырсың ба? Сол сезімнің арғы жағында не тұрғанына қызығушылық таныту, бұл еркіндік. Сен өзіңмен бірге болып, өзіңді бақылауды үйрену керексің. Өзіңнің түп санадағы ойларыңды барынша аңғаруың керексің. Сонда бұл жерден шыққан соң оларды қайтадан бейсаналық түрде қабылдамайтын боласың. Сен өзіңнің сөйлесу тәсіліңе, әдеттеріңе соншалықты мұқият болуға тиіссің. Сондай-ақ әдеттеріңе соншалықты мұқият болу керексің. Сонда бұрынғы өткеніңдегі сияқты автоматты түрде әрекет жасамайтын боласың. Біз анықтаған бір нәрсе бар. Саналы болуды үйренудің жалғыз жолы бұл дүниені жұлдыз жорамал арқылы немесе басқа сыртқы нәрселер арқылы емес, өзіңнің ішкі әлемің арқылы танып аңғару. Саналы болуды үйренудің жолы өзіңді бейсаналық күйде тұрғаныңды ұстап алу. Міне тек осы ғана. Өйткені мұны ешкім сен үшін жасамайды. Тек сен өзің ғана жасай аласың. Менің айтқаныма қосыласың ба? Егер сен өз ойларыңды бақылауды үйренсең, әрекеттерің мен мінез құлқыңды аңғарсаң, сезіміңе көңіл бөлсең, онда теориялық тұрғыда сен енді бағдарламада тұрған адам болмайсың. Өйткені бағдарламада тұрған кезде сен бейсаналық адамсың. Ал енді өзіңнің бейсаналық меніңді аңғардың. Сол кезде сен өзіңнің субъективті меніңе қарсы шыға бастайсың. Міне осыны назарда ұста. Мен саған шын айтамын. Әрдайым қазірде болу үшін көп энергия мен көп назар қажет. Ал басында бұл Давид пен Голиафтың күресі сияқты қатты қажытады. Бірақ уақыт келе бәрі жеңілдей бастайды. Сен сол бағдарламалардан біртіндеп ажырай бастайсың. Сосын ондай бағдарламадан толық ажырайсың. Біз бір нәрсені байқадық. Адам болды, осы жетеді, мен шаршадым деген шектен асып өтіп кетіп, яғни өзі дайынмын деген нүктеден әрі қарай өткен кезде, дәл сол жерден бастап ең үлкен өзгерістер басталады. Өйткені ол белгісіз аймақ. Ескі меннен жаңа менге өту деген биологиялық, неврологиялық, химиялық, гормондық, тіпті генетикалық деңгейде ескі болмыстың өлгендігін білдіреді. Мұндай кезде жасуша деңгейде үлкен бұзылу, яғни қайта құрылудың басталатындығын дәлелдейтін деректер де бар. Ал егер сен еш қиналмай-ақ сол бос кеңістікте, сол белгісіздікте, сол вакуумда бола алатын болсаң, міне дәл сол жер жаңа нәрсе жасауға, жаңа өмірді қалыптастыруға арналған орын болады. Менің айтқаныма ілесіп отырсыңдар ма? Бұл дегеніміз солай ойлауды өзіңе қайта-қайта еске салып отыруың керек деген сөз. Ал егер сен солай ойлауды ұмытпай қайта-қайта есіңе алып отырсаң, бір іске қосылған жүйке жасушалары бір-бірімен байланысады. Осылай жалғаса береді. Осылай жалғаса берсе, бұрын тек қатты деңгейде тұрған нәрсе біртіндеп бағдарламаға айналады. Яғни басыңда жаңа дауыс пайда болады. Бұл сенің жаңа ішкі дауысың. Сол бағдарламаны сен өзің жазасың. Болашағыңа сену, денсаулығыңа сену, өзгеретініңе сену, молшылыққа сену, не керек болса да. Мұны сен үшін ешкім орнатып бермейді. Мұны тек өзің ғана істеуің керексің. Солай ойлауды өзіңе үнемі еске салып отыруың керек. Ал оған керек нәрсе ниет пен назар ғана.